Бүгін біз Қазақстан тарихындағы ең қатыгез және ең қорқынышты қылмыскердің бірі туралы сөз қозғаймыз. Оның аты аталғанда көптеген адамдардың бойын үрей билейді. Бұл адамның жасаған қылмыстары тек Қазақстанды ғана емес, бүкіл Кеңес одағын дүр сілкіндірді. Ол қарапайым адам болып көрінгенімен, оның ішінде адам сенгісіз қатыгездік пен қараңғылық жасырынған еді. Көптеген жылдар бойы құқық қорғау органдары оны іздеп, оның қылмыстары жайлы деректер қоғамды шошытты. Бүгін біз Темір Азу деген лақап атпен танылған Николай Жұмағалиевтің өмір жолы мен жасаған қылмыстары туралы баяндаймыз. Такое было, что я борюсь с матриархатом, что благо и ратный подвиг совершать. Оздоровлять общество нужно было с этого, так мне казалось. Тяжелая работа, тогда я не жалел себя. И, очевидно, вот там и началось это. А я, когда приехал, я думал, это все правильно. И не давал себе отчета. Николай Есполович Жұмағалиев 1952 жылы 15 қарашада дүниеге келген. Ұзын ағаш ауылы, Алматы облысы, Қазақ КСР, КСРО, кеңестік сериялық өлтіруші және каннибал, сондай-ақ Темір Азу деген лақап атпен белгілі. Жұмағалиев кемінде 10 адамды өлтірген. Олардың басым бөлігі Алматы облысында тұрған әйелдер болған. Кейбір құрбандарының етін жеген. Ол есі дұрыс емес деп танылып, мәжбүрлі түрде психиатриялық емдеуге жіберілді. 1989 жылы ауруханадан қашып кеткенімен 2 жылдан кейін қайта ұсталды. 2025 жылғы мәлімет бойынша емделуін жалғастырып жатқан. Балалық шағы мен жастық кезеңі. Ол қазақ әкесі мен Беларусь ұлтынан шыққан анасының отбасында дүниеге келген. Кейбір деректерде татар ұлтынан шыққан делінеді. 4 баланың 3-шісі және жалғыз ұлы болған. 9 сыныпты аяқтағаннан соң теміржол училищесіне түседі. Оқуды аяқтағаннан кейін Гурьев қаласына, қазіргі Атырау, жұмысқа жіберілді. 1970 жылы әскер қатарына шақырылып, химиялық қорғаныс әскерінде Самарқанд пен Атарда қызмет етеді. Әйелдерді екінші сорттағы адамдар ретінде қабылдағанымен 18 жасынан бастап белсенді жыныстық өмір сүрген. 1977 жылы мерез, кейін трихоминаз ауруларын жұқтырды. 21 жасында жүргізуші мамандығын меңгеруге және Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетіне түсуге әрекет жасаған. Бірақ екеуі де сәтсіз аяқталды. Кейін КСРО аумағын аралап, Оралда, Сібірде, Мурманскіде болды. Сол жылдары матрос, экспедитор, электрик, бульдозер жүргізушісі сияқты түрлі жұмыстар істегенімен еш жерде ұзақ тұрақтамайды. 1977 жылы туған жері Ұзын ағашқа оралып, өрт сөндіруші болып жұмысқа орналасады. Алғашқы қылмысына Жұмағалиев мұқият дайындалады. Ол 7-ші күні Адвентистер шіркеуінің мүшесін құрбан ретінде таңдап, 1979 жылдың қаңтарында Ұзын ағаш Майбұлақ тас жолының маңында өлтіреді. Оккультизмге қызыққан Жұмағалиев оның қанын ішіп, мәйттен бірнеше кесек ет кесіп алып кеткен. Сол еттерді бір ай бойы жеген. 1979 жылы 25 қаңтарда әйелдің мәйті табылып, қылмыстық іс қозғалады. Алайда бұл қылмыстың ашылуына әкелмеді. 1979 жылдың ішінде ол жергілікті шіркеудің қарт мүшесін, өз үйлерінде ұйықтап жатқан анасы мен қызын, сүйіктісін ренжіткен әйелді өлтірді. Сонымен қатар 21 тамыз күні мас күйінде әріптесі болған өрт сөндірушіні абайсызда атып өлтірді деген күдікпен тұтқындалады. Сол кезде басқа кісі өлтірулері әлі ашылмаған болатын. Сербский атындағы институтта оқыған шизофрения диагнозы қойылады. 1 жылға жетпейтін уақыттан кейін Жұмағалиев бостандыққа шығып, Ұзын ағашқа қайта оралады. Оралғаннан кейін
тағы 3 адамды өлтірді. Олардың арасында жас ана да болды. Оның 9-шы құрбаны өз үйінде өлтірілді. Ол достары мен таныстарын қонаққа шақырып, біраз уақыттан кейін бір қызбен жеке бөлмеге кіреді. Қонақтар бөлмеге кірген кезде жалаңаш Жұмағалиевтің өлтірілген қыздың мәйітінің бөлшектеп жатқанын көреді. Қорыққан адамдар қашып шығып, милицияға хабар береді. Оқиға орнына келген милиция қызметкерлері оны қанға боялған күйінде үйдің табалдырығында кездестіргенімен олардың салғырттығын пайдаланып, Жұмағалиев қашып кетеді. Ол тауға қарай жалаңаш күйде қолына шағын балта ұстап қашқан. Алайда келесі күні 1980 жылғы 19 желтоқсанда оны таныс әйелінің үйіндегі жертөледен ұстайды. Тергеу барысында Жұмағалиев 7 адамды өлтіргенін мойындап, бұл әрекеттерді туыстарының қайтыс болған күндеріне арналған құрбандық ретінде жасағанын айтқан. 1981 жылғы 3 желтоқсанда өткен сотта ол 9 адамды өлтіргені үшін кінәлі деп танылды. Бұған кейін қойылған шизофрения диагнозына байланысты ол қайтадан есі дұрыс емес деп танылып, жабық үлгідегі психиатриялық ауруханаға мәжбүрлі емдеуге жіберілді. Онда 8 жыл өткізді. Жақсы тәртібі үшін оны қарапайым ауруханаға ауыстыру туралы шешім қабылданды. 1989 жылғы 29 тамызда жаңа орынға жеткізіліп бара жатқан кезде қашып кетеді. Оған бүкіл одақтық іздеу жарияланады. 1,5 жыл бойы оны Мәскеуде, Қырғызстанда және Өзбекстанда іздеді. Ол негізінде Қырғызстан аумағындағы тауларда жасырынып, дәрілік өсімдіктер жинап, оларды азық-түлікке айырбастап күн көрген. Іздеу жұмыстарына делтапланшылар мен шағын авиация тартылды. Тергеушілерді адастыру үшін ол танысы арқылы Мәскеуден хат жолдатқан. Хаттың соңында: "Енді жақын арада оралмаймын. Мұнда әдемі әйелдер өте көп. Біреуі жоғалып кетсе де ешкім байқамайды" деп жазылған болатын. Бұл айласы жүзеге асып, милиция оның тауда жүргеніне күмәндана бастады. 1990 жылы Ақтөбеде бір үйге кіріп жас қызды өлтірді. Бұл қылмысы бойынша оның кінәсі тек 2014 жылы дәлелденді. Қуғыннан шаршаған Жұмағалиев ұсақ қылмыс жасап, түрмеге түсуді жоспарлайды. Кейін жаңа құжат алып, басқа атпен өмір сүруді ойлаған. 1991 жылдың сәуірінде Ферғанада қой ұрлағаны үшін ұсталды. Өзін Қытай азаматы ретінде таныстырды және уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу кезінде қой ұрлағаны мойындағанымен КСРО аумағына қалай келгенін түсіндіре алмады. Мәскеуден арнайы келген полковник Юрий Дубягин оны танып әшкереледі. Осыдан кейін Жұмағалиев Қазақстандағы психиатриялық ауруханаға қайта жеткізілді. 1994 жылы елдегі әлеуметтік қиындықтарға байланысты аурухана басшылығы оны босатуды жөн көрген. Алайда қоғамның наразылығынан кейін көп ұзамай қайтадан емдеу мекемесіне қайтарылды. Кейінгі жылдары Николай Жұмағалиев Алматы облысындағы Ақтас кентінде орналасқан арнайы психиатриялық клиникада қоғамнан оқшаулану күйде өмір сүрді. Ол жерде ұсақ техникаларды жөндеумен айналысқан. Бір кездері ол өзіне өлім жазасын қолдануды сұрап өтініш берген. Бірақ мамандар мұны оның психикалық жағдайының нашарлауы ретінде бағалады. 2014 жылдың қыркүйегінде оған 1990 жылы Ақтөбеде жасалған 10-шы кісі өлтіру бойынша айып тағылды. Сол жылдың желтоқсанында оның бұл қылмысқа қатысы дәлелденді. 2016 жылдың қаңтарында WhatsApp пен Facebook әлеуметтік желілерінде оның қашып кеткені туралы қауесеттер тарады. Алайда бұл ақпарат расталмады. Кейін жалған хабарламаны таратқан адамның Алматы облысы Ұзынағаш ауданының 21 жастағы тұрғыны екені анықталды. Юрий Антонянның айтуынша, Жұмағалиев жыныстық қатынасқа жиіркенішпен қараған. Ресей ішкі істер министрлігі қылмыстық іздестіру басқармасының сериялық қылмыстар жөніндегі маман Евгений Самович оны қоғамда өмір сүре алмайтын, күштінің құқығын ғана мойындайтын адам ретінде сипаттаған. Темір азу деген
лақап атты ол тістеріндегі темір қаптамаларға байланысты алған. Бұл оқиға Қазақстанның криминалдық тарихында ең қаралы беттердің бірі болып саналады. Николай Жұмағалиевтің аты көптеген жылдар бойы қорқыныш пен үрейдің символына айналды. Оның жасаған қылмыстары адам санасынан қаншалықты қараңғы әрі қауіпті болуы мүмкін екенін көрсетті. Бүгінгі күнге дейін оның ісі криминалистика мамандары мен психологтар тарапынан зерттеліп келеді. Мұндай оқиғалар қоғамға қауіппен кез келген жерде болуы мүмкін екенін еске салады және адам өмірінің құндылығын тағы бір мәрте ұғындырады. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.